Бүгін мен горилла жайында, темекі жайында әңгіме айтайын деп тұрмын. Мен деп таза ауа жүрдім. Ана жерге отырайыншы қазір. Так, бірден айтайын. Біреуді кемітіп жатқан, біреуді мазақ қылып жатқан ештеңем жоқ. Мотивация ретінде айтайын. Әңгіме болсын деп. Көп мен жолдас балдарым, таныстарым, жұмыстастарым көбісі айтады енді. Темекі қою керек еді. Арақ қойдым, енді темекі қойсам деп темекіні жылдап шеге береді. Сосын мен айтамын да, сен енді елуге келдің, енді сен темекі қоя алмайсың. Сен осымен кеттің деймін. Қоятын адам қояды деймін. Қой неге мен қоям дейді да. Қойшы енді деймін. Мен бұрын Ақтөбеде жұмыс істедім. Сарсай дейтін жерде Ақтөбенің адамдары білетін шығар. Темір жолда жұмыс істедім. Физический жұмыс, кастелді қағасың, шпалды тасисың, нормыңды істейсің, шпалды ауыстырасың. Короче, шыдайтын адам шыдайды, шыдалмайтын адам жұмыстан шығып кетеді. Ол кезде жасым 27-28-де. Бірақ ақшасы жақсы. Содан жұмыстан кейін Сарсайда тұратын бір жігіт үйіне обедке шақырды да, үшеумізді. Обедтен жұмыс болмайтын болды. Содан соның үйіне бардық, екеуміз бардық, үшінші адам кешігіп қалды. Содан үйінде келіншегі жаңағы жұмыстасым, сосын жаңағы екеуміз тамақ ішіп отырсақ, үй тап-таза жиналған, келіншегі тап-таза бәрін, иіс күшті, иіс сеуіп қойған үйге. Тамақ ішіп отырсақ, үшінші адам келді, есікті қақты, кешігіп қалдым ғой деп. Иіс дейтін, бұрқыта қалды ғой үйге. Бана қолтықтың қолансаң иісі бар ғой, сол сияқты деп ше. Темекінің иісі. Мұқита қалды иісі қамшы. Кетті қолын жұтта қасымыз қойды. Келіншек риск тұрды. Мама, сіз темекі шегесіз ба деді. Иіс дейтін, қат шығып кетті ғой деді. Сосын ұялғаннан. Енді келіншек айта алмайды ғой. Кетші, жоқ қойшы. Сасып кетті ғой деп. Келіншек айта алмайды, ұят қой енді, күйеуі отыр. Сосын, ана терезені ашып жібересіз ба? Шамалы ауа алмассың деді. Ұялғанымызда форточканы ашып терезені ашып қойдық. Енді келіншек айтады да енді. Біздің үйде мәкең темекі шекпейді, сосын шығар, үйде темекі шекпейді, ма тез байқап қаламыз дейді да. Ұялып отқан тамақ. Сондай тамақ обед біткеннен кейін үшеуміз шықтық. Бата айтады, не айтады. Шыққаннан қасында жігіт айтады да, темекіні дастарханнан кейін де келіп шекпейсің ба? Не сонша састың ғой дейді. Сосын мен айтамын, сен ол темекіні обедтің алдында шекпей кел, сен үстіңнен көңірсіген шығып тұр бәрібір. Көңірсіп қалған, сынып қалған ма денеңе. Тіпті 10 жерден жуып келсең де үстіңнен көңірсіген шығады. Себебі темекі терден шығады ғой, иіс дейтін бәрі. Сен темекі қоймай, осылай боласың деді. Содан күлеміз бәріміз жарылып, бекер шығар, сен ертпейміз деген шығар. Содан ешкімді мазақ қылып тұрған жоқ, бірден айтып қояйын. Мен 100% айтам. Біз мысалы үйіне обед ішіп шыққаннан кейін келіншегі күйеуіне обязательно айтады. Құдай сақтасын, екінші ана жігітті ертіп келмеші, үйдің бәрін шертті ғой деп айтады. Жатырда да айтады, екеуі құшақтасып жатқан кезде. Ана иісі дейтін мұрнымда әлі кетпейді, кәпір дейді. Айтады. Сенен кейін терезені де шығып қояды, үйдің бәрін алыстайды. 100% айтамын. Жаман жері сол да. Негізі темекіні қоятын адам қояды. Басына билі келген адам қояды. Темекі қоя алмайтын адам, значит, басыңа билігің келмейді деген сөз. Өз-өзің басыңды алып жүре алмайсың. Кітте стресс бір нәрсе болса, бітті темекі шеге бересің. Өз-өзің ұстай алмайсың деген сөз бір стрессовый жағдайда. Негізінде, психологияда. Значит, басыңда бір нәрсе бар, жетіспейді. Ашуланшақсың, темекі шегесің, бір уайым болса, резко темекі шегесің, жетіспейді саған. Нариксің ғой, короче, нарик дейді ғой, нарик деп айтады сен. Мына тиктокта айтуға болмайды, нарик дейін да, короче, қысқасы. Мысалы, мына горилла ішетіндер бар ғой, горилла ішетін. Өзінше бейт, горилла ішетті, түгеннің алдында бір ішіп тұрады ғой, әңгіме айтып. Темекі болса, вообще жаман, горилла ішіп тұрады ғой, өзінше айтады ғой. Мен күніге бір горилла ішем деп, оттаған сөз. Бір горилла іштің, ертең бара-бара 4-еуін ішесің. Сонда 4 горилла ішесің, темекің бар, бәрі общий есептен бір айда 90 мыңдай жұмсайсың. 90 мыңға қанша ет алып, тамақ алудың орнына бизнеске салып жатсың ғой, короче.
сол горилла ішіп отырған адамды мысалы спортпен айналысатын, тренировка істейтін біреулер өтіп барып денсаулық күтетін адам горилла ішіп отырған көрген кезде не ойлайтынын айтайын ба? Любой адам тойға бір жерге барған кезде адамның табиғатта несі бар. Адам кездескенде адам бір-бірін оқуға тырысады. Мына қандай адам, мына спортпен айналыса ма, физически мықты ма, қарны шығып кеткен, бұл алысқа шыдамайды, бұл бірақ ұйықтатуға болады деген сияқты адамдар оқиды. Менің сопернигім ба, соперниг емеспін ба? Сол сияқты горилла ішіп тұрған адамды көрген кезде спортик, бұл спортпен айналысатын жігіт бұл көріп тұрған кезде нормальный жігіт көріп тұрған риск саған баға беріп тастайды. Біріншісі ақымақ дейді, екіншісі денсаулығын күтпейді дейді, аузына келген жейді, спортпен айналыспайды. Бұны тек бір ұрып аузынан аяқты қосып горилла шығарып алады дейді да, менің теңім емес дейді, спокойно. Ана адам бойынша горилла ішіп мәз болып жатады ғой. Сол горилла ішіп негізі темекі шегетін көбісі адамдар бизнесті жүргізіп жатты, әдейі біреудің бизнесін. Сауда істейтін кәсіпкердің бизнесін жүргізіп жатты. Ол кәсіпкерлер умный болады. Олар ішпейді ондай. Колаңды ішпейді. Умный анау адам бизнес сауда істемейді. Ол наоборот сенен пайда көреді да, келіншегімен несімен Египетке бір жерге қыдырып қайтады рақаттанып. Сен ақымақ ішіп жүресің просто. Солай ғой енді негізінде. Сол сияқты негізінде одан да 3 айда 4 айда ішпей демей, оны бір жарты алып ішіп алып, тормозын дұрыстап, тоқтап болды деп сөйткен жақсы. Одан да ана күніге темекі горилла ішіп жатқанша деймін да енді. Таза болып жатқан жақсы, таза болып жатып, таза ауада жүріп. Я достар, бірден айтайын. Ешкімді кемітіп, ешкім мазақ қылатын ештеңем жоқ. Жақсылық ретінде айтып жатырмын. Осы әңгімеден кейін қоятын адам қойып кетер, қоймайтын адам өзі білер деген менің шаруам емес. Просто әңгіме ретінде айтып жатырмын. Ренжісеңдер, өздерің қараңдар, комментарий ренжідім жазыңдар, менің көңілім баяғы, өздерің қараңдар. Солай достар. Ешамал қыдырып қайтайын. Аман болыңыздар.